орхидеяны отырғызғаннан кейін бүгін 5-ші күн болды. Я вам сегодня расскажу сказку про Міне, то, как тамырын важно көрдіңіздер, сделать міне, правильный выбор. аппақ Вот послушайте. Бежала су как-то ішкісі келіп лиса тұр. по дорожке. Под ноги не Міне, смотрела, жапырақтары наступила на скалку и ақырындап упала. қатайып Ох ты, спасибо. жақсы болып келе жатыр. Кому только в голову это пришло. Прямо на дороге скалы набросать. Жаңа Подумала лиса, топыраққа потирая уши отырғызғаннан грибок. кейін міне бүгін Оглянулась лиса по 5-ші күн. сторонам. Қазір міне бұның тамыры онша көрінбейді екен. Как у себя. Бұнда тамырлар міне Лисица в хозяйстве міне мына жерде пригодится. аппақ болып Была я тұр. простая лисичка, а Міне теперь су буду ішкілер лисичка келіп со тұр. скалочкой. Достар, душқа түсіремін. Душқа түсіргенде суы жылы, там жылы суға түсеміз. Су жақсылап жапырақтарын жуып. Қазір мінекей осылай суда 20 минут 30 минут қалдырамын, сосын судан шығарамыз. Мінекей судан шығарып қойдым. Енді мында терезеге қоям, өйткені күннің көзі жоқ. Жарыққа біраз кешке дейін жарықта тұрады, сосын алып тастаймын орнына. Енді осы тұрғаннан 3 аптаға шейін су ішпейді, осылай тұрады. Кеше жақсылап душтың астына жылы суға түсіріп алдым. Бүгін енді беттеріне, жапырақтарына мынандай циркон деген шашам, міне жапырағына, тамырына өте жақсы көмектеседі. Тыныш айыру. Міне мынандай құтыда болады. Перчаткамен жұмыс істеуіміз керек. Бұл мында 1 миллилитр, бұл 10 литр суға дайындау керек, ал маған 10 литр керек емес. Міне 1 литр қайнаған суды суытып дайындадым. Қайнаған суға дайындаймыз. Міне 1 литр су, 1 литрға 2 тамшы. Міне мына кәдімгі шприцпен мен алып алдым. Соған 2 тамшы ғана қолданамыз. Міне 1, 2 болды. Осыменен қазір бүкіл мінекей қыздар, осылай көпіру керек циркон. Жақсылап араластырдым. Мынау жылы су, мұздай болмасын, жылы болу керек. Міне мынау құтыға құйып алдым. Шашатын қаз. Тамырларына да кішкене саламыз топырағына. Басқаларға да. Бұл цирконды тек қана орхидеяға емес, басқа гүлдерге де жапырағына, тамырына удобрение ғой енді беруге болады. Міне басқа да гүлдерім бар. Қазір оларға да сеуіп шығам. Мынау міне анау күнгі отырғызған гүлдерім ғой. Мерде дұрыс көрінбей тұр. Қараңғы көлеңкі болып тұр. Мына басқа жерге әкеліп көрсетейін. Міне анау екі отырғызған орхидеям, мынаусы міне сарғыштау, светі бір
как будто бір деревянный сияқты болып тұр да, бірақ жапырақтары вроде қатайып жатыр. Ал мынау міне сочный, прям жап-жасыл сочный. Бұл әдемі болып жатыр. Мынау что-то білмеймін, что-то как будто деревянный сияқты болып жатыр. Көреміз енді. Вроде тамырлары жасыл. Кішкене күш ала алмай жатыр ғой деймін. Мынау әп-әдемі болып, жап-жасыл болып, сочный болып тұр. Әп-әдемі болып. Енді ары қарай көреміз, ары қарай тағы да не болып жатқанын түсіріп айтып отырамын. Цветоностан отросток шығарам деген экспериментім 8 күні салғанмын мынаған. И буланғаннан кейін төбесін тесуім керек еді. Мен 2-3 күн, даже 4 күн өткеннен кейін ба тестім. Содан да мынау мына жерге жаққан цикатининді ешқандай результат жоқ. Мына жерге мына іріп кетіпті мына неміз. Стволымыз іріп кеткен. Мына жерге жаққан. Вроде мына неден ашылып тұр, бірдеңе шығатын сияқты, но бірақ білмеймін. Мына түбі де мына жағда іріп кетіпті. Келесіміз мына жерге жаққан. Бұл жерде де түк жоқ. Тоже мынау ствол даже білмеймін, тоже ешқандай признак жоқ шығатын. Мынаған да міне түбінен жаққанбыз міне. Көрінемін. Жарық жерге түсіріп жатқаным ғой. Сонда да көрінбейді. Қазір енді мен бұларды қырып тастап қайтадан жасап көрем енді. Пеликспен обработать етеміз. Міне мына түбінен кесіп тастайым прям. Әлі де үмітім бар, шығады деген. Сосын бұны енді мен өткен жолы обработать етпеген. Енді қазір мұнда куркума деген мен обработать етіп, орхидеяны осымен жасап көрем. Міне астында, үстінде осы куркумамен обработать етіп көреміз. Мен алдын сіздерге көрсеткенде жай суға салғам, сосын жаңағы набіреуінің түбінен болғаннан кейін түбіне мынау керамзит салған тұғым. Түбіне цикатининді жақты қой, сол үшін керамзит салған болатын. Қазір мынау суын ауыстырып, керамзитті жақсылап жуып, тағы да қайтадан су құйып қоям. Суын таза су құям. Кәдімгі отстойный су, краннан аққан отстойный суды құям. Неке достар, тазалап жуып әкелдім. Қайнаған сумен бір рет шайып алдым. Сосын міне баклажкаға кәдімгі кранның суын құйып қоям. Осылай гүлдерге құям ғой. Сол судан құямыз. Енді міне мынаның түбінде бұл наоборот былай мына жағынан қоям. Суда тұрса болмайды. Енді бұл жолы бетін ашып қоям. Бетін ашып қоям. Мына шетінен кесіп, куркумаға салып, обработать етіп. Міне енді осылай бетін ашып қоям. Қазір бізде күнді суып кетті. Күн салқын болғаннан кейін терезені алдынан алып, мен газдың қасына қойып қойдым. Кішкене жылу барсын деп. Өйткені күн суып кетті. Енді осылай салып қоям, көреміз тағы. Бүгінгі числоны қайтадан жазып қоям. Ары қарай бақылаймыз. Әлде де үмітімді үзбеймін, әлде де шығады деген үміттемін. Бұйырса көреміз. Орхидеяның цветоносынан отросток шығарам деп эксперимент жасаған едім. Экспериментім жүзеге аспады.
Мінекей біріншіден мынау сабақтың өзі соңғы болды, екіншіден мен жағдайын дұрыс жасамадым. Мынау міне таяқ болып солып қалды, сол бойы. Мына жерлер мына іріп кетті. Дұрыс жасамадым мен жағдайын. Екінші күні ақ буланып шығып еді, уже ауа кіргізуім керек еді. Мен уақытым болмай 2-3 күннен кейін бірақ тесіп ауа жібердім. Содан болмай қалды, іріп кетті. Мынау да міне таяқ болып қатып қалды. Мынау да міне дәл солай таяқ болып қатып тұр. Экспериментім жүзеге аспады, өкінішті.